Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Арай ПП Food. Бүгін руккола қосылған ПП көкөніс салатын дайындаймыз. Өте оңай дайындалады. Еш бас қатырудың қажеті жоқ. Өте оңай және тез дайындалады. Ең бастысы пайдалы болып келеді. Бізге қажет ингредиенттер: брынза ірімшігі, қызанақ черри, бөдене жұмыртқалары, қызыл және сары тәтті бұрыш, қияр, руккола, шым тұз және зәйтүн майы қажет болады. Ең алдымен ыдысқа руккола саламыз. Қызыл және сары тәтті бұрышты соломка қылып тураймыз. Және қызанақ черриді 2 бөлікке бөліп, салатқа қосамыз. Черри болмаса, жай қызанақты қолдансаңыз болады. Қиярымыздың сыртын ашып, 4 бөлікке бөліп тураймыз. Брынза ірімшігін кішкентай квадраттарға бөліп тураймыз. Бөдене жұмыртқаларын 2-ге бөліп, салатқа қосамыз. Қалауыңыз бойынша шым тұз және қара бұрышты қосуға болады. Соңында 1 ас қасық зәйтүн майын қосамыз және қасықпен жақсылап тұрып араластырамыз. ПП салат өте дәмді болып шықты және мерекелік дастарханға да оны қойса болады. Егер сіз арықтап немесе ПП ұстап жүрсеңіз, онда сізге міндетті түрде ұнайды. Сіздерге пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар.